Барлықтарыңызға сәлем. Біз бүгін ауызда еритін жұп-жұмсақ бауырсақ дайындайтын боламыз. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Сонымен біз бастаймыз. Бізге қажетті заттар: сүт, 1 кесе су, майонез, шекер, дрожжа, тұз және сұйық май. Қажетінше ұн салатын боламыз. Сүтімізге суды араластырып, барлық заттарды бір-бірлеп салып, жақсылап араластыратын боламыз. Осылай жақсылап араластырып, соңынан ұн салатын боламыз. Қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Міне жұмсақ, өте қатты болып қалмауы қажет. Үстін жабып, көтерілгенше қоямыз. Міне біздің қамырымыз дайын, көтеріліп шықты. Енді оны жайып шығамыз. Орта қалыңдықта жайамыз қамырымызды. Сонымен мен осылай жаңағы стаканның көмегімен осылай кесіп алдым. Егер қаласаңыздар, сіздерде басқа да формада жасауларыңызға болады. Майымызға салып, жылдам араластырып қызарттырып аламыз. Міне сонымен бауырсағымыз дайын. Егер де сіз менің каналымда жаңадан болсаңыз, тек қана менің подписчиктерім көретін видео шығаратын боламын алдында. Каналға жазылып, лайк басып қолдап кетіңіз.